Баршаңызға сәлем. Бүгін сметанный пирог дайындайық. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант және маргарин қажет, немесе сары май. Барлығы бөлме температурасында тұруы қажет. Сол кезде қамырымыз жақсы шығады. Барлығын осы үш ингредиентті қосып араластырамыз да үстіне ұн сеуіп, разрыхлителімізді салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Енді қамырымызды формаға салып жайғастырамыз. Осылай қолымызбен басып жан-жағына бортик жасайтын боламыз. Барлығы видеода көрсетілген. Жұмсақ қамыр болады, негізі қатты емес, жұмсақ. Енді салмасына бізге керек сметана, қант, жұмыртқа және кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал обязательно керек. Ол біздің салмамызды пісіп шыққаннан кейін формасын ұстап тұруға, ағып кетпеуге көмектеседі. Жұмыртқаны обязательно сода қосып жуып алуыңыз керек. Өйткені оның сыртында нәжісі бар. Ол бізге харам етілген. Енді әркім өзі біледі, бірақ сонда да айту парызымыз ғой. Жұмыртқа таза болғаны өздеріңізге жақсы, өйткені сальмонелла деген ауру бар. Енді бұл жақта айтып отқан дұрыс емес шығар, бірақ сонда да қажетті ақпарат болған соң айтып отырмын. Осының барлығын қосып араластырамыз, жақсылап. Крахмалдың ұнтағы болмау керек, қалмау керек ұнтақ болып. Жақсылап миксерлейміз, немесе қолымызбен венчикпен араластырамыз, видеодағыдай. Енді салмамызды саламыз да пешімізді қыздыра бастаймыз. Бізде пеш, менде пеш, әсел печка сияқты асты-үсті өте бір-біріне тығыз орналасқандықтан мен 150 градусқа қойдым. 150 градустың өзінде менің бортиктерім күйіп кете жаздады. Сосын жаймендеп қарап тұрып азайттым 130 градусқа. Сөйтіп өздеріңіздің пештеріңізге қарай саласыздар. Менде 1 сағатқа жетпей пісіп шықты, 45 минуттай. Көріп отырғандарыңыздай 8 бөлікке бөліп шықтым. Үйде жеміс-жидек болмаған соң, үй жағдайында карамель жасап, сосын үстіне семдеп шықтым осылай. Сіздер карамель жоқ болса, қант ұнтағын сеуіп әдемілеп қойсаңыз болады. Немесе өзін солай қалдырыңыз. Ол кезде де әдемі көрінеді.